Сәлем достар, бүгін сіздермен түрік тәттісі, шекербария тәттісін 3 түрлі етіп жасалу жолын көрсетемін. Әсіресе балалар өте сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен құрғақ заттарымызды, яғни електен өткізілген ұн, сахарная пудра, разрыхлитель, манная крупаны салып жақсылап араластырамыз. Сосын оған жұмыртқа, холодильникте тұрған сары майымызды саламыз. Сары май міндетті түрде холодильникте тұрған болуы керек. Бөлме температурасында да немесе морозилкада емес, холодильникте тұрған сары майымызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, қолымызбен қамырлейміз. Алғашқы кезде бірікпей ұн көп сияқты болып көрінеді. Сосыннан қолдың температурасымен май кішкене жұмсарып, еріп, қамыр біріге бастайды. Қамыр илеген сайын қолға иілгіш, әдемі қамыр болып келеді. Қамырымызды біріктіріп, иілеп әбден өзіңізге қажетінше бөлікке бөлеміз. Ескере кететін жайт, сіздерге берілген рецептпен 2 порция етіп, 2 есе етіп жасап жатырмын. Дәл сол рецептпен жасап, соның барлығын шоколадный етіп жасайтын болсаңыздар, 2-3 шай қасық какао қосасыздар. Яғни какаоңыздың қандай екеніне де маңызды. Менде Малайзия какаосы. Өзіңіз ыңғайына қарай 1 шай қасықтан бастап салып, илеп көріңіз. Аз болса қосасыз. Әбден илейміз какаолы қамырымызды біріккенше, сосын пищевой пакетке орап 40 минут 1 сағат шамасында бөлме температурасында қалдырамыз. Сосын қамырларымызды 1 сағат өткен соң осылай бөліктерге бөліп домалақтап шығамыз. Барлығын домалақтап пергамент қағазға саламыз, және де араларын ашық-ашық алшақтау ұстаймыз, себебі бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қопсытқыш болғандықтан печеньелеріміз ісінеді. Бетіне жұмыртқаның сарысын ғана жағамыз. Ал егер макпен жасайтын болсаңыз, бетіне мак себеміз. Ал классикалық түрімен жасайтын болсаңыз, тек қана жұмыртқаның сарысын ғана жағып қоямыз. Пешіңіздің градусына қарай 180-170 градус шамасында қызып тұрған пешке салып 20-25 минут шамасында, пешіңіздің ыңғайына қарай олды 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Шоколадный, яғни какаолы қамырымызды дәл солай пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, мұны да сол 170-180 градус шамасында толық пісіріп аламыз. Ал енді сиропты дайындаймыз. Сізге өте жұмсақ шекербария дайындау керек болса, дәл осы рецептегі сироптың құрамымен жасаңыз. Ал егер кішкене песочнийлау болғанын қаласаңыз, жартылай етіп жасауға болады. Эксперимент ретінде өзіңіз жасап көрсеңіз болады. 2 түрлі етіп. Салқын суға қантымызды салып, араластырып, қайнатамыз. Қайнаған соң 1 тілім лимонды суын сығып, салып жібереміз. Оттың астын жай етіп қойып, 25-40 минут шамасында жай отта қайнатамыз. Әбден суыған печеньелерімізді үстінен ыстық сиропты құямыз. Печеньелер әбден суыған болуы керек. Сиропты құйып, бетін жауып, ауа кірмейтіндей бетін жауып, суығанша қалдырамыз, немесе 1 түнге қалдыруға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше дәмі, жасалынуы да өте оңай жасалынады.